Бәріне сәлем, қалайсыздар? Бұл творчество мектебінің балалық шақ айдары. Біз көптен бері шыққан жоқпыз, мінекей бірақ қайта оралдық. Бүгін менде қонақта Дана, сәлем, қалайсың? Жақсы. Дана, енді менде бірінші сұрақ, жалпы сенің жасың нешеде және де нешінші сыныпта оқисың? Менің жасым 9-да, мен 4-ші сыныпқа көшемін. Керемет. Енді Дана, жалпы мынандай сұрақ, сен үлкен кісілерге сіз дейсің бе, әлде сен дейсің бе? Ата-аналарыма сіз. Басқа мысалы кісілерге, танымайтын кісілерге сен дейсің бе, әлде сіз дейсің бе? Сіз дейсің, е? Иә. Бірінші амандасасың ба, әлде күтесің бе? Амандас менімен деп. Сәлеметсіз бе деп бірінші айтамын. Өзің бірінші амандасасың? Иә. Керемет. Себебі бірінші үлкен адамды көргенде кішкентай бала айту керек бірінші сәлеметсіз бе деп. Сосын үлкен айтады. Енді үйіңде я болмаса бір туысқандардың арасында кішкентай балалар бар ғой? Иә. Олар сенімен амандаса ма? Әлде амандаспай ма? Бетіңе қарап тұра ма же? Солай. Қарап тұра ма бетіңе? Сен ренжімейсің ба? Неге менімен амандаспайсың деп? Беске толып Беске толғаннан кейін өздері айтады дейсің ғой. Жалпы қалай ойлайсың? Картоп пен сәбіздің қымбаттауы дұрыс деп ойлайсың ба? Дұрыс емес. Міне, дұрыс емес. Дана, менде мынандай сұрақ. Мынау карантин барлығы қашан бітеді деп ойлайсың? Қашан біз маскасыз жүреміз? Сол күндер қашан келеді деп ойлайсың жалпы? Қыркүйекте болады шығар деп. Қыркүйекте? Яғни осы 2021-дің қыркүйегінде осы карантин бітеді. Иә, солай. Неге олай? Себебі енді карантин кішкене жойылып бастады. Содан мен қыркүйекте солай, шілдеде солай бітеді деп ойлаймын. Шілде ме, қыркүйек пе? Қыркүйекте. Яғни қыркүйекте сендер сабаққа барасың деп ойлайсың? Иә, содан біз уже масканы кимейміз. Раньше солай деп ойлаймын. Шын айтшы, мектепті сағындың ба? Өте сағындым. Үйде оққан жақсырақ па, әлде мектепте оққан жақсырақ па? Мектепте. Мектепте, иә? Яғни сен мектепті сағындың? Иә, мектепті сағындым. Себебі мен үйімде көп боламын, ал мектепте 9 аймыз. 9 ай? 9 аймыз. Кімді көбірек сағындың? Достарымды. Достарыңды? Достарымды сағындым. Енді бұлай құрбылар... Мұғалімді қаттырақ. Мұғалімің жасы нешеде? Білмейсің бе? Айтқан жоқ па? Дана менің жасым осындайда деп айтқан жоқ па? Жоқ. Дананың мұғалімі айтып қойыңыз, жасыңыз нешеде екенін біліп жүрейік. Кішкентай 2, я болмаса 3 жастағы балаға телефон қолына ұстату, ол зиян ба, әлде зиян емес пе? Зиян. Неге зиян? Себебі ол өскенде очкимен өседі. Көздері қарап менің ініме береді, ол осылай қарайды. Біз оған осылай қоямыз да, кішкене жақындырап қояды, біз қоямыз да қоясыз. Яғни көзге зиян? Иә, көзге зиян. Сен қарсысың кішкентай балаларға телефон ұстатуға? Иә, қарсы. Ақшаны кім көбірек табу керек? Қыз бала ма, әлде ер бала ма? Жігіт пе, әлде қыз ба көп табу керек ақшаны? Ер бала. Ер бала. Неге олай ойлайсың? Себебі олар көп жұмыс істейді. Олар көп. Яғни жігіттер көп жұмыс істеу керек, көп ақша табу керек. Иә. Жақсы бизнесмен болу үшін не істеу керек? Жақсы жұмыс істеу керек. Мектепті бітіру керек жақсыдан. Мектепті бітіру керек. Қызыл диплом алу керек. Солай бизнесмен болып кетеді. Яғни мектепті қызылға бітіріп бизнесмен бола беруге болады? Иә. Колледж, университет оқып керек емес? Керек. Керек па? Енді өзің арманың бар ма? Өскенде осындай болам деген? Биші, әнші, дәрігер. Сосын мұғалім. Мұғалім. Соң саусақ қалды ғой, соны айтып тасай. Домбырашы? Мәссаған. Енді жалпы өнер қаттырақ ұнай ма, әлде саған медицина қаттырақ ұнай ма? Сен жағы бір сөзіңде дәрігер деп қалдың.
Қандай дәрігер болған ұнайды саған? Аптекада жаңағы дәрі сатқан ұнай ма, әлде укол салған ұнай ма? Укол салған келмей ма? Енді ше, операция? Жоқ. Адамдардың көзін тексеретін. Адамдардың көзін тексерін біле ма? Келеді. Қызымның аяқтарын тексеруге ауырама ауырмайды соны тексереді. Аяқтарын тексерін біледі. Енді тамақ. Тамақ, құлақ, деш, барын, мұрын, бас. Жарайды, енді арманың орындалсын деп айтам. Ола болса, құрметті біздің көрермендер, мінекей біздің сұхбатымыз осымен аяқталды, бірақ бізде ойын бар, крокодил деп аталады. Яғни Дана қазір егерде крокодил ойында іс-қимылмен көрсетсе, біз қазір бұл жерде мен дауыспен бір дыбыстар жасаймын. Яғни сен соны кім екенін, я болмаса не екенін табуың керек. Жақсы. Мен бірінші бастайын. Ит. Ит. Енді сен? Мяу, мяу. Менің ойымша бұл динозавр. Жоқ. Я, білем, бұл мысық, я? Жел. Жел, яғни қыста не болады бізде? Жел болады. Жел, сосын тағы да бұдан басталады. Боран. Боран. Орманда адасып кеткен кемпір ма? Әже. Не болды? Ау, Маугли, Тарзан. Ужас. Не болды? Ау. Қасқыр. Қасқыр ма? Қасқыр ма? Мен ау деген бір кішкентай бала ма деп атса. Қасқыр екен, қасқыр. Ауылға көп барасың ба сен? Кейбір кезде жастам. Қашан соңғы рет бардың? Қазір. Біз 15-і әжемізбен ауылға кеттік. Әжемнің сіңілісіне бардық. Сосын менің атамның ағасына бардық. Інісіні білмеймін. Сосын солай әжемнің інісінің қызына бардық. Солай біз үйге келдік. Ал біз Петропавл қалада болдық. Петропавлдың қала ғой? Иә. Ауыл ше? Ауылға қашан барсың? Қарағамысқа бардық, сосын Қарағамыс. Сонымен ауылға қашан бардың? Қанша күн бұрын ба? Жоқ, жалпы енді осы жылы бардың ба ауылға? Барып көрдің ба ауылға? Бардым. Ауылдағы құстарды білесің ғой? Енді ауылда жаңа өсетін жаңа ата әжең я болмаса бір туысқандарың үйінде бар шығар, құстар, тауықтар деген сияқты. Онда мен қазір бір құстың дауысын саламын, соны табу керексің сен. Қандай құс екен? Қандай құс? Мен саған көмектесейін, яғни ол құстар мына қызыл түсті көрсе артыңнан жүгіреді. Бар маған әпкем айтқан аңқар деген. Адам қуады олар. Я, мен білемін. Мен қызыл болғам сосын. Сен қызыл болдың ба? Ұялғаннан қызарып кеттің бе әлде қалай? Киімің қызыл болды ма? Киім қызыл. Сол себепті сені қуды. Енді сонымен қандай құс деп ойлайсың? Мына жерінде қызылындай сақалдар бар. Ол құстың. Неге ол қызылды ұнамасақ, оны жақса қызыл? Білмеймін, мүмкін менде ғана қызыл болу керек деп ойлайтын шығар. Қызғана ма қызыл түсті? Білмеймін ғой. Енді сонымен қандай құс деп ойлайсың? Варенье. Варенье? Варенье. Сонымен жеңілдің ба? Жеңілдім. 1, 2, 3, индюк. Индюкті білесің бе? Білемін. Сол индюк.
Біз алыс кеткен жоқпыз ауылдан. Бұл тауық, иә? Иә. Керемет, құрметті біздің көрермендер, мінекей біздің ойынымызда, сұхбатымызда аяқталды. Біз Данамен жаңа таныстық. Дана бізде творчество мектебінде домбыра курсында оқиды, иә? Дана, енді біздің көрермендерге бір тілегің болса? Ауырмаңдар, бақытты болыңдар, Жарайды. ата-аналарыңды тыңдаңыздар, беске оққандар, творчествоға келіңдер. Ой, рахмет, творчество мектебіне келіңдер. Ола болса, құрметті біздің көрермендер, келесі кездескенше бұл 4-ші шығарылым балалық шақ Айдары. Сау болыңыздар.